Ассалаумағалейкум, қадірменді достар. Бізге YouTube'ға көптеген сауалдар, пікірлер келіп жатады. Соның бірнешеуіне жауап беріп кетейік. Жалпы қоғамда адамдардың жан дүниесінде бір дүрбелең бар дейді. Бір ертеңгі күнге деген үмітсіздік, үрей жайлап тұрғанын байқаймыз дейді. Осы бір жалған қорқыныш па, жоқ әлде адам жаны бір нәрсені сезе ма деген сауалдар бар екен. Мен жаңа отырып ойланып, расында да біз енді шынайы өмірде адамдардың арасында жүргендіктен сезінеміз ғой. Бір мазасыздықтар бар. Тіптен басында үй болса да, ішіп жемі болса да, адам ертеңгі күн не болады, бала шағамыз не болады, өзіміз не боламыз, жалпы әлем не болады дегендей бір үрей бар. Бұл үрей бізге қайдан келді? Осының үш түрлі мен байқаған себебі, сыры бар секілді. Біріншіден, шектеусіз ақпараттар. Бұрын ақпарат тарқататын орталықтың басшылары немесе ақпаратты жауапты адамдар тарқататын. Сосын ол сөзінің салдарына жауап беретін. Ол мемлекеттік болсын, ол жеке болсын. Ол кеше қазақтың дәстүрлі қоғамындағы ақпарат тарқатушылар болса да, бір жауапкершілік арқалайтын. Айта салып қарап отырмайтын. Ақсақал, би, ауылдың үлкені, қандай да бір ақпарат жеткен болса, ақпараттың салдары ескерілетін, және ол қоғамдағы адамдардың жүрегіне, іс-әрекетіне қалай әсер ететініне екшеліп отыратын. Бірінші кезекте біз өте көп ақпараттарды жұтып қойғанбыз. Өтірігі бар, шыны бар, бұрмаланғаны бар. Сондықтан біздің жүрегімізде өзіміз білмейтін дәрежеде бір алапат үрейдің дәнін сеуіп тастадық та. Себебі кешегі пандемия кезі. Әлемді ковид вирусы жайлап, пандемия болған кезде әлемдегі бүкіл тіршілік үлкен өзгеріске ұшырап, бүкіл қарым-қатынас жаңа жағдайға өтіп, ұшатын самолет, жүретін көліктерге дейін саябырсыған кезеңде не деген ақпараттар тарқады? Міне әнімен ақыр заман келіп қалғандай болды. Біз қазір ол күндерді ұмыттық, бірақ ол күндері қабылдаған ақпараттың салдарында бірге ұмыттық та. Ол күндер кеткенменен, ол күндердің әсері қалды бізде. Сондықтан бірінші кезекте жалпы қазір жұрттың барлығы ақпарат тарқатушы болып кеткенін біз ұмытып жатырмыз. Қасымыздағы адамда WhatsApp-пен саған бір нәрсе жібере салады. Ойбай, Алматыда жер сілкінісі болып, жұрт қырылып жатыр екен, бәлен жерде жатақхана құлаған екен десе, жүрегің шым ете қалады. Бірақ ұмыттың, бірақ шым ете қалған жүректің біраздан кейін дың ете қалуы оңай да. Неге? Bir қозғалып кетті. Сол сияқты біздің төңірегімізде қаншама қажетсіз, зұлым, арандатушы ақпараттардың себебінен бізде негатив, біздің жан дүниемізде бір энергетикамызды, біздің нұрымызды кетіріп тұрған бір қараңғы әлем орнатып алдық ішкі көкірегімізге. Бұл мына жалған ақпараттар менен жауапсыз ақпараттардың заманында өмір сүріп жатқан адамның құрбандық халі. Бұл бірінші нәрсе. Екінші дүние ол шын мағынасында біз табиғаттан, табиғи жаратылыстан, бір табиғи қарым-қатынастардан алыстадық. Біз қазір ғылым мен технологияның дамығаны өте жақсы, өмірімізде өте көптеген жеңілдіктер келіп жатыр, бірақ біз соның ортасындағы шекараны ажырата алмай қалдық. Біз барлық нәрсені жеңілдетеміз деп, өзіміздің өмірімізде технологияны игеріп емес, оған иеленіп бара жатқанымызды ажырата алмай қалдық. Мәселен, бір туысқанымыздың қасына барып халін сұрағанменен, онымен WhatsApp-та смайликтер арқылы сөйлесу, ол екі бөлек. Біз сол смайликтер арқылы сезімімізді білдіруді біз байланыстамыз деп есептейтін халге келдік. Ал бірақ уақыт мүмкіншілігіміз болса, сол адамның көзіне көзіңді салып, оның жүзіндегі абыржу, жүзіндегі уайымды сезіне отырып, қасында тізеңе тізең тиіп отырып әңгімелесу, ол басқа нәрсе еді. Яғни біз адамдармен қарым-қатынас мәселесінде де, мына дүниемен, жаратылыспен қарым-қатынас мәселесінде де табиғилықтан алыстадық. Біз суға қарамаймыз, біз желдің дыбысын ұмыттық, біз құстардың сайрағанын, орманның сыңсығанын, бұлттардың жөңкілгенін, күннің бағана мына жақта тұрып, біраздан соң мына жаққа батып жатқанын тамашалайтын бір табиғи сезімдерден алыстап қалдық. Бұл да біздің жан дүниеміздің темірдей қатаюына, жүрегіміздің тас сияқты тұтастануына алып келді.
Сол себептен де біз өмір сүріп жатырмыз бір қарағанда. Бірақ бір өміріміз сүреңсіз болып бара жатыр. Неге? Себебі табиғи қарым-қатынастар, табиғи әсерлер, таза, кіршіксіз сезімдер кетіп бара жатыр. Бұл екінші дүние. Ал енді үшінші нәрсе, жалпы енді ол 1000 жылдан кейін ба, ол 100 жылдан кейін ба, адамзат өзінің бір өркениеттерінің түйінделер тұсына, енді қазақ оны бір ауыз сөзбен ақырзаман дейді ғой. Біз өзіміздің бір өміріміздің, тағдырымыздың бір тұйықталар тұсына қарай жан таласа бір-біріміз таптап ұмтылып бара жатқандаймыз. Мына дүниеде қарасаң, адамның ғұмырын ұзартатын, ісіне береке кіргізетін не нәрсе еді? Ол Құдаймен байланыс. Ол біздің тілегіміз, ол біздің ақ ниетіміз, ол біздің төңірегімізге жасаған шуақты, ізгі амалдарымыз еді. Ол нәрселер азайған сайын адамзаттың өмірі түгілі адамның өмірі де қысқарады. Адамзаттың өркениеті түгілі адамның өмірінен береке қашады. Біз қазір рухани игіліктерден, бір үлкен ұлы құндылықтар туралы ойлаудан қорқатын болдық. Себебі қойшы, неге? Ел сияқты болғымыз келеді. Себебі жұрттың барлығы бір-бірін таптап, бір күндік өмір үшін, бір күндік табыс үшін, немесе бір жарқ еткен атақ үшін, бір жарқ еткен мақтау үшін өзінің бүкіл құндылығын құрбан етіп жатқан кезеңнің куәгері болып жатырмыз. Абай атамыз айтады: сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Жалпы бір әлемде алдаудың үлкен үдерісі жүріп жатыр қазір. Барлық салада, жарнамада да болсын, барлық дүниеде. Біз ішіп жейтін тауарымыздан бастап, еститін ақпаратымызға дейін органикалық, таза табиғилық кеткен кезеңдеміз. Себебі неге? Қарбыз жесең дәмі жоқ, алма жесең иісі жоқ. Бір қандай да бір іс-шараға барсаң декорация, қандай да бір өнерпазды тыңдасаң жасанды дауыс, жазып алынған запись деген сияқты бір кез келген нәрседе бір табиғилығы жоқ, біздің бетімізге жарнама түрінде ұсынып жатқан бір жалған құндылықтардың ортасына түсіп қалдық. Сондықтан да біз әсер алып жатырмыз төңірегімізден, адамдардан, мақтаулардан, әртүрлі қызығушылықтардан, немесе әртүрлі понттардан әсер алып жатырмыз. Бірақ біз рухани нәр алып жатқан жоқпыз. Былайша айтқан кезде, бала жылаған кезде аузына сүті жоқ емізікті сала салады ғой, баласы оны сорып алданады. Тура сол сияқты біз әлемде бір емізік емген бала секілді өз-өзімізді алдаумен өмір сүріп жатқанымызды қазір байқайсың. Бұл өмірдің ащы шындығы. Себебі қаншалаған ғұламалар, даналар маңдайынан бүкіл ізгілікті көрген, маңдайын тасқа тұрған, тауға тұрған адамдарды тыңдасаң, өмір бұрынғыдай емес. Адамдардың қарым-қатынасы бұрынғыдай емес деген сөзді естисің. Себебі бұрын қарапайым ғана ауылда алдындағы 10-15 қойы, кемпірмен ішетін бір шайы бар ақсақалдардың бір ауыз сөзі адамға 10 жылға бір ғибрат сыйлайтын. Ал қазір ютубың бар, Google, бүкіл поисковой сеттердің бәрін ашсаң да мыңдаған сағаттық білімдер тұр. Әлемдік дәрежедегі тренингтер, әлемдік деңгейдегі бүкіл кітапханалар қазір көзіңнің алдында, саусағың ұшында тұр. Бірақ ондай білімнің исін де сезбеген бір қазақы Қарашүйде отырған ақсақал менен қария әжеміздің айтқан сөзінің дуасы мен берекесі бізде жоқ. Біздің мүмкіншілігіміз бен ол кісілердің мүмкіншілігін салыстырсаң, екеуі екі басқа әлем. Қарашүйде отырған аналарымыз кеше әлемге Шоханды, Абайды, Ыбырайды, Ахметті тәрбиелеп сыйлаған аналар бар еді. Біз ол аналардың Зере, Ұлжан, Айғаным аналарымыз секілді бірлі-жарым болмаса, көбісінің атын да затын да танымаймыз. Бірақ солар қазақтың алтын құрсағынан адамзаттың өркениетіне 1000 жылдық тұлғаларды сыйлап кетті, тәрбиелеп өсіріп. Біз қазір әлемнің тілін біліп тұрмыз, әлемнің өркениетінен хабардармыз, әлемнің білімі біздің саусағымыздың ұшында тұр. Бірақ біз 1000 жылдық әлемдік тұлға емес, әке-шешесін сыйлайтын, өзінің төңірегіне пайдасы тиетін бала тәрбиелей алмай жатырмыздың сыры неде?
Біздің білімімізде де, біздің іс-әрекетімізде де, біздің қарым-қатынасымызда да береке болмай жатыр. Себебі төңірегімізден табиғи тазалықтар кетіп жатыр. Адамзат өзінің көшінің жолы сәл ауытқып кеткенін сезбей жатыр. Сол себептен мұндайда не керек дегенде, ең үлкен екі нәрсе керек. Бірінші, бүкіл әлемнің адамдары шешініп тастап, әлемнің адамдары адами жолдан тайып азғындыққа душар болса да, бекіп өзің тура жолдан таймайтындай, өзің жаратушыңды таныған бір илахи иман керек. Яғни қандай халде болсаң да, бір теңіздің ортасында жалғыз қалсаң да үмітің үзілмейтіндей, бір үңгірдің түбіне түсіп кетіп шыға алмай жатсаң да үрейге ұрынбайтындай, бір құдайдан күдерің үзілмейтіндей бір бекем иман керек. Өйткені басқа нәрсе миллиардтар бір ешкімді сақтамай жатыр. Терең білім кейбір адамдарды суицидтан қорғамай жатыр. Тіптен әлемге ақыл айтқан адамдардың өзінің өмірінің соңын көріп отырмыз. Сондықтан бір Құдайға деген сенім, бір Аллаға деген жабысу, бір Аллаға деген тәуекел жүрегімізден кетіп қалмау керек. Ал екінші нәрсе, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап дегендей, адамдармен қарым-қатынаста өте қатты алдаған адамдармен жауласып кетпей, мақтаған адамдарға сеніп қалмай, өзіңді бір қауыздың суында тастап қойып, сол бір судың ішінде қалқып тұрған адам секілді адамдардың ортасында бір еркіндікте, еркін ойда, бір бай руханиятта, қатты адамдардан болып жатқан қиянат, артық сөз, алдау, арбауды жүрекке жақындатпау. Немесе саған деген сені пайдалану үшін, сені бір өзінің игілігіне жұмсап жіберу үшін болып жатқан пәндәуи пиғылдарға да алданып қалмай, бір адамдармен сондай еркін әрі тәуелсіз қарым-қатынас жасау. Батыс енді оны демократия деп айтқысы келетін шығар. Ал енді ол адамзат жаратылғалы бері ол бір сабырлы жол, ол бір илахи жол, ол бір Құдайға, Аллаға, ақырет күніне бойсынған иманды адамның жолы. Яғни Аллаға лайықты құл болу және жай құл болмау, сабырлы құл болу. Себебі адамзатқа Алла тағала сабырдан артық сыйлық бермеген. Егер сен Құдайға деген иманың, құлшылығың болса, екінші сабырың болса, қандай заман болса да, қандай жағдай болса да, түптің түбінде нәтиже сенімен бірге қалады. Мәселен, мен бір ақсақалдан Рахымбай деген Қонаев атамыздың жан досы болған. Рахымбай Қарымбаев деген, сол кісінің аузынан бір сөз еститін әрдайым, көп айтатын ол кісі. Дүниенің ақыры адамның пақырында қалады деп. Сонда мен сұрайтым, дүниенің ақыры адамның пақырында қалады деген не деп? Адамның пақыры деген, ол адамдардың пікіріне, төңіректегі жұрттың мақтауымен, мадағына, ренжуімен, өкпесіне байланбаған адам дейді. Пақыр деп отырғаны басқа артық жүк арқалап жүрмеген өзі. Адам ретінде, тұлға ретінде тәуелсіздікте, еркіндікте өмір сүріп жатқан адам дейді. Шын пақыр. Өйткені ол мына дүниедегі кейбір алдамшы нәрселерге жүрегі байланбаған. Оның жібін үзіп тастаған. Ол әуелі Құдайдың құлы, екінші адамдарға тек қана пайда келтіруші. Қоғамнан безіп кеткен адам емес, керісінше пайда келтіруші. Бірақ артық өкпе, реніш, немесе бір бөліну, ұруға, басқаға, бір нәрсеге бөліну сияқты артық жүктерді өзімен бірге арқалап жүрмеген адамды айтады дейді. Сонда дүниенің ақыры адамның пақырында қалады деген, оның рухы құл емес. Ол Құдайға ғана тәуекел ететін, маңайында қандай адам болса, соның хақысын беретін адам дейді. Мінекей, осы жол шынында да бізді қазір мынау аласапыран жүректерде тыныштық жоқ болған кезеңде құтқаратын, бізді алдыға қарай алып жүретін дүниесі ол. Өйткені бұл дүниеде де қызық көп. Адам өлімге асықпау керек. Адам ақыретте не күтіп тұрғанын білмейміз. Сондықтан мына дүниедегі әр секундымызды, әр минутымызды мағыналы өткізуге тырысуымыз керек. Егер біз жүрегімізді Құдайға байлап, төңірегіміздегілердің алғысын алып жүретін бір адам болатын болсақ, мына дүниеде қызық көп. Мына дүние өте жап-жарық, мына дүние өте бір мағынаға толы. Қысқа болса да, жалған
алдамшы дүние болса да, уақытша дүние болса да, оның ішінде мағына мен мазмұн бар. Бұл дүние ақыреттің егіні. Бұл дүниеде не ексек, мәңгілік өмірде соны орамыз. Сондықтан бұл дүниеміздің әр минутын, әр секундын мағынаға, мазмұнға, сауапқа, алғысқа толтыруға тырысуымыз керек. Ол Құдай жолындағы үлкен амал. Себебі сен өзіңнің ұлтыңның сапасына жұмыс істесең, өзіңнің отбасыңның қауіпсіздігі менен қаражатына жұмыс жасасаң, немесе маңайыңдағы ұстазың, шәкіртің бола ма, кім саған жақындады, сол адамдардың бәріне жақсы әсер қалдыра алсаң, ең болмағанда жүзің жымиып ассаламу алейкум деп агрессиясыз бір сәлеміңді тарқатып жүрген адам болсаң, соның өзі пайда. Мінекей, осы рухани байлықтан, осы рухани тәуелсіздіктен Құдай бізді ажыратпасын.